Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Біз Ұмайға келдік. Ертең қыздарда утренник сынып сағаты. Соған көйлегізді келдік. Привет, қыздар. Қазір әкемізді күтіп отырмыз. Әке кеп ертоғанды алып қалу керек, потому что бізге екінші этажға көтерілу керек. Ертоған ұйықтап жатыр, ше, тем более. Күшті бүгін видеомыз күшті шопинг жасайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Так, біз магазиннен шықтық. Магазинде бутикта вообще орын жоқ. Елдің бәрі қарбалас көйлек алып жатқан тема болып отыр ғой. В общем, екі көйлек алдық. Күшті алды. Өздері қыздарға ұнады. Ұнады ма қызым? Қазір үйге барып обзорчик жасаймыз. Қазір әлі шашқа тағатын заттар алуымыз керек. Ештеңе алынған жоқ. Шашқа тағатын заттарға кеттік. Сосын қайтамыз. В общем, біз Ұмайдан шығып екінші торговый-домға кетіп барамыз. Себебі ободок, енді резинка ма, ободок па, точно білмеймін, шашқа тағатын бірдеңе. И там еще қазір уже ауыз ашатын уақыт болып қалды. Соны бір жерге соғып ауыз ашайық деп жатырмыз. В общем, бізде күшті шопингтер болып отыр ғой бүгін, әдемі. Жаңа вообще бутикта елдің бәрі анау заттар алып жатыр, мынау заттар алып жатыр. Бос орын жоқ қой, вообще камера ұстайтын да орын жоқ қой жерде. Деп бізде күшті бір осындай магазин бар өзі. Садикқа, праздникқа бүкіл керектілер бір-ақ жерде сатылатын. И елдің бәрі сол жерде. В общем, солай жүрміз. Қазір ауыз ашып, сосын дальше продуктыға алуға өтіп кетеміз ба, көреміз. Біз деген үйге кеп, мына жаңағы алған көйлектер, дочалардың жаңа киіп көріп, әкесіне көрсетіп, мәз оп. Осыны күшті әдемі қанық түстер алдық, осыны яркий түстер алдық, әдемі. Прям күшті болды, маған ұнады, мына түстер бар ғой, әдемі. Ертең енді біз жаңа вообще үлгерген жоқпыз. Заколка, ободок ештеңе алынған, күшті качествосы әдемі еще. Прям жылтыр, күшті болып тұр. В общем, ұнады. Ертең енді заколка алу керек, там ободок па бірдеме алу керек, в общем, шашқа тағатын. Сосын менде плойка жоқ екен, плойка алып ертең шаштарын бүйре алайын ба деген ой болып тұр. Қыздар мына жақта сабақ оқып жатыр. Ертең бір күн сабақ, одан кейін жұма күні бізде концерт болады. Қыздар тақпақтарын жаттады. Екі тақпақ жаттады қыздар. Сосын сабақтарын орындап жатыр. Мен болсам кешкі тамақтың қамымен манты жасауға кірісіп кеттім. Қазір мен манты жасайын деп жатырмын. В общем, осылай болып жатырық. Так, істі манты қоқ қойдым. Жүді видеода даусым естілмей қапты менің. Менің андай полка келді туған күнге деп айтып атқам ғой. Осындай күшті полка келді, эстетичный, өзім осы қалап жүрген едім. И оған осылай өзім бұрында свечимен айналысқам. Сол свечимен айналысқандағы өзім жасаған handmade деген осындай свечимді қоқ қойдым. Еще баночка заказ беріп қойдым, Каспийден толтырып, эстетичный банкалар. Әдемі қылдырып соңды күтіп жүрім қашан келеді деп айтып атқам ғой, негізі жалпы осы жерде ше. Почему-то естілмей қапты звугы. Осылай сосын маған біз ауыз ашқан кезде шай ішпей қайтып келе сағамыздың сол күштілеп қазір шай ішейік деп осылай тәттілерімді салып, в общем, шайға дайындық жасап жатырмын. Қазір мантымен шай ішіп алатындай, чтоб демлеп, күштілеп, осылайнан. пышный болып сол бүйтіп тұр. Иісі дегенді вообще керемет қой енді мына. И қараңыздар, маған осындай лампа келді.
күшті болды. Прям мынау лампа деген маған бар ғой, рахат болды. Менен бұрын қыздарға рахат болды мынау дегенше, соткаларын қойып, андай на полный рост видео анау мынау түсіргенге. Қараңыздар, маған осындай микрофон келді. Мына микрофон жаңағы көрсеткен полкам кеше ғана келіп, менің туған күнім 28 болды, но на подарктар кеше келіп жатыр. Мынаны кеше біз қосып көрдік. В общем, мынау бар ғой, прям күшті екен. Енді бар ғой, енді алла қаласа бізден күшті контент, видеолар, озвучкасы әдемі енді видеолар күтіңіздер алдағы уақытта. Дауыстарымыз анық, жақсы болып естілетін болады. Ой, күшті екен, ұнады бізге. В общем, осындай тура маған блогқа керек, влог видеоға керек заттарым келген ғой, өзім туған күніме ше, өзім подружкаларым, қыздар бәрі сөйтіп сыйлаған ғой. Күшті болып, роза деген вообще мына жақта әдемі, иісі деген бұрқырап, прям енді керемет болып тұр.